Сондай-ақ қаламыздағы жастар мен балалардың шығармашылық сарайында ақын жерлесіміз Тыныштықбек Әбдікәкімовтың «Ақшам хаттары» атты тұңғыш жинағының тұсаукесер тойы болып өтті. Оған ғалымдар, әдебиетшілер, әншілер, студент жастар, қала интеллигенциясы, тағы да басқа көптеген өнерсүйер қауым өкілдері қатысты. Енді сіздердің назарларыңызға осы тойдан түсірілген телерепортажды ұсынамыз. Той иесі Тыныштықбектің өзін ортаға төрдегесіне шақыруға рұқсат етіңіздер. Дүние ырғақ толы болмас егер, бекерге тәңірімнен жаралып ба. Сезім боп ғашықтықтан күйгемесе, уатырлық сен де алға сүйремесең, махаббат әнге айналып ай астында, вальсті шырқап шіркін билемесең, семейім, киелімең, мәуелімең, сұрыққан абайымдай әуеліннен, тудырған тағы бір ұл топырағым, оянған бозторғайдың әуенімен, қиялмен күйге қазақ аз бергенің, алтауыз айтпай кетсем наз дермедің, ақшамда ағылың боп ақтарлық, жанның мөлдіретіп жазды өрнегін. Қасыңда бір қазақпын қадірім аз, жанымен қарны тойса тағдырым әз, жастығым жайда өтіп жалғыз үміт, жырымды мен дүтермін қалдырып әз. Асатын аз ғұмырда ұл ерлігім, болмасын айым туып күлер күнім, жиырмамда жырымды оқып замандастан, ақ жолды сенен басқа серкімім. Жырыңды жатқа оқитын жерлесімен, талайдың тапқан орын зердесінен, алаға ақшамдағы арлы үнің, көңілдің күмбірлесін пернесінен. Кіріспе сөзін белгілі ғалым, республикамызда айтулы тілшілердің бір ретінде танылған Тыныштықбектің өлеңдерін көңілінен қалт жібермей үнемі зер салып жүретін ақынның ұстазы Қинаят Шайахметұлына береміз. Қадірлі қауым, мынау өткен ғасырда озық елдің, өркениет елдердің тәжірибесіне сүйенеміз ғой. Озық елдің бірі Ресейде бір ақынның тамаша жыр жинағы шыққанда елдің бәрі тамсанып айтқан. Ол кітапқа түсіп, хатқа түсіп, бізге жеткен шағын кітап екен. Онан басқа жинақ болмаған ол ақында. Сонымен тарихта қалған. Өзге томдардың неше алуанын ұмытқан жұрт, сол кішкентай кітапты ұмытпай, мәдениеттің, әдебиеттің тарихына әлі күнге дейін тамсанып айтып келе жатыр. Сондағы айтқан сөздер мынау. Осы бір кітап бармақтай, томдардан не бір салмақтай. Қазақша аударып тұрған өзім ғой. Ақын сымақ бірдеңелер бар olur. Сосын оған жалғас мен осы арада қосып қойдым. Мұны жазған Тыныштықбек ел сенімін мақтапты. Демек мен өзімнің тура бағамды бердім. Бізге осындай ақын керек. Елді өсіретін, оқырманның санасын тәрбиелейтін, оны алғары ілгері жетелейтін адам керек. Баяғыдан қанатты сөз бар. Бүкіл елді тәрбиелеген Элладаның тәрбиешісі Гомердің. Ақын бүкіл елдің тәрбиешісі, бүкіл ұлтты өсірген. Дұрыс, кезгенің абай, біздің ұлттық рухани көсеміміз бүкіл қазақтың мінекей. Баламалық жағдайда ұлттық, баламалық жағдайдағы екінші есімі деп айтатын адамымыз. Қазақ деген абай, абай деген қазақ деп. Ұлт тәрбиешісі. Бірақ тәрбие қандай жолмен жүреді? Педагогикалық уағызбен бе? Тура айтатын ақылмен бе? Жоқ, олай емес. Әр нәрсенің өз ерекшелігі, поэзияға өзінің ерекшелігімен келу керек. Онда көркем тіл болу керек, көркем сөз болу керек. Көркем өнер өзінің тәсілдерімен жүру керек. Сонда еңбектің жеке саласы ретінде дарынның құдіретімен Құдай берген. Адам жұмыс істеп солай көрінеді. Бар болса солай, жоқ болса тағы да жоқ. Ештеңе оны басқа жағынан қоса алмайды. Қосатын бір-ақ нәрсе бар. Білім қосады. Білім, тек қана білім. Адамды еркін және мәдениетті етеді. Білімсіз таудай талант шаң тозаң болып кетуі мүмкін. Білімді әртүрлі өлшеуге болады. Тыныштықбек мысалы үшін кейбіреулер айтады, жаңа біздің факультетінде ғана айтады,
Енді өзіміздің бір жағы қауымның, ұжымның адамы ғой, студентіміз ғой деп сөйлейді. Ол бір жағы көрсеткіш, ертең институт бітірейді болсын. Ол 1000 дипломы қолында болсын, білімсіз адам болмау. Ол қазірдің өзінде энциклопедиялық білімі, өрісі бар адам. Елді үйретуге, тәрбиеші болуға жараған адам. Ел айтпаған сөзді айтқан адам. Ақынның жаңалығын енді тағы да, осынан тағы да 34 жыл бұрын, 60 жылы желтоқсанда мінекей әдебиетшілер мені теріс емес, теріс десе айтар 90 жыл өлерінен 1 жыл бұрын желтоқсанда қазіргі Қадыр Мырзалиевіңізден бастап барлық бүгінгі толқынның жас ақындардың жинақтарына әуезов шолу жасап, сол жас ақындарға алдында сөз сөйлеген осындай Қазақ университетінде. Жыл келгенде жаңалық сеземіз деп. Сонда Қадыр Мырзалиев байқап мақтайды, Естайманбетов байқап мақтайды, тағысын тағында. Солардың ішінде айтатыны не? Ел айтпағанда адам айтпайды. Абай дұрыс айтқан, кісі айтпаған сөз бар ма? Бәрі айтылған. Бірақ өзің айтпайды. Ал ел айтпағанды табасың, ол бірақ ілуде біреуге өте сирек кездесетін ырыс бақыт. Ол ал кемеңгер дегендерге. Айтатын белгілі жайды айт, бірақ өзің айт, қайталама. Міне осының барлығы Тыныштықбектің кітабында бар. Кітаптың құрылымы маған қатты ұнап тұр. Білікті адам. Ақынға қоятын сұрақтар болса, жазбаша да, ауызша да қоя беруге болады. Осы кештің барысында құрметті қауым, көптеген асқақтата шырқалатын әннің авторы, Тыныштықбектің өлеңдеріне әуен жазып жүрген танымал сазгер, ақынмен творчылық байланыста жүрген Тыныштықбектің Сағын басқан ешер атты әсеттің 125 жылдығына арнап шығарған өлеңіне Тұрсынғазы Рахимов ән шығарған еді. Осы әнді автордың орындауында тыңдаңыздар. Күлкіге құбылмақ бол шіркін, тау құдірет ұшырар дауысынан әсет әнші қалдырған бұлырғақ бол шіркін. Сағынбас қол не шарра, көк көйгісіз көзге жас, көне жұмбақ өлең ай, ғашық еткен адамды сұлулықтың әлем ай, жүзін әнін көрмейсің, жүрек қылын дәл баспай, әуелетіп отырса әсет келіп қалмас бол шіркін. Сағынбас қол не шарра, зердеген жырымырау шіркін. Беудариға осы әндем бір сұлу бар, саусақ үшін тигізсең бұрымын шіркін.
сағынбас не шарым көкейгесіз көзге жас көңіл жұмбақ өлең ай ғашық еткен ақынды сұлулықтың әлем-ай жүзінен көрмейсің жүрек қылын дәл баспай әуелетіп отырса әсет келіп қалмас па шіркін сағынбас не шарым Тыныштықбектің таңға дейін тағы да ұйықтамадым деген өлеңін оқырман Құрманғалиева Маржан оқиды. Таңға дейін тағы да ұйықтамадым, жо-жоқ кешір, ештеңе ұрттамадым. Сен ойлаумен боламын түні бойы тау жақта бұлт тоңады. Я, биыл көктемде, жазда салқын, бұл жазбен де келеді қоштасар күн. Сағынармын, ойлармын, әттең соным, болмас екен төзімді босқа сарқу. Әдемісің, әрине жоқ таласым, әл талай ортада мақталасың. Сені сүю, біреуді қызғандыру, сені сүю, біреумен бақытталасу. Келіп кет деп қаншама мазалайын, келтіресің әйтеуір сөз орайын. Қар өлеңді маздатып қарсалармын, қаз қанатын жамылған қазан айым. Өз жауыным болса да, өз бораным, жалғыздықпен жүздескен кез ғана мұң. Көңілімнің көгінде хаттарыңнан батпырауық ұшырып мәз боламын. Кеше таным өзгеріп, бүгін талған, ұтылғым жоқ ұпайшыл ұғымдардан. Сен ойлаумен күрсінген бір сәтімде, сенсіз өткен мың түн бар сығымдалған. Бүгінгі тойымызға ақынның әріптесі, Қазақстан Жазушылар одағы аймақтық ұйымның бастығы, ақын қаламының қарымды бөлінуіне жағдай жасап, ақын үшін тар заманды тарылтпай келе жатқан демеуші ағасы Медеу Сәрсекеевті арнайы шақырған едік. Қадірлі жастар, мынау поэзияны сүйетін қауым үлкендерде отыр. Мен тегінде өлең кітабын туралы көп сөйлеуге болмайды. Өлең кітабын шәршеп отырған кезде, я бір қатты қуанып отырған кезде, оңаша отырып, не бір құрбыңмен қатар отырып оқу керек. Поэзияны өзің жүрегіңмен қабылдауың керек. Егер осы жағдайда сол алдыңыздағы кітап сізге әсер етпесе, жүрегіңізді тебірентпесе, онда ақында жоқ, кітапта жоқ. Сондықтан біз қазір аздап кішкене жаңа кітап болғаннан кейін, жаңа ақынды ашып жатқаннан кейін айтып жатырмыз. Сондықтан менің сөзімде осы төңірегінде. Кімнің айтқан ойымда жоқ, ұлылардың бірі біздің қазақтың. Мына әр заманның өз ақыны болады, әр ақынның өзінің үні болады деген сөзі бар. Соған салғанда мен ойлаймын, біздің мына Тыныштықбек бауырымыздың Ақшам хаттар деген кітабы бізге біздің заманның ақынын әкеп отыр. Бәлкім оның дауысы әлі Қазақстанның барлық түкпіріне жетпей жеткен шығар. Әр ауылдың өзінің мақтан көретін ақыны бар, өзінің сүйсінетін азаматтары бар, жазушылары бар деген сақалды әншілері бар. Біздің Семей жұрты үшін Тыныштықбек қазір таныс. Бүгін мені қошеметтеп отырмыз. Мен осыны меншіктеп бұлай даралап айтсам, Тыныштықбектің мынау кітапта көрсеткен өнері, дауысы әлі естіледі, әлі жетеді. Мұнда бір-екі сұрақ келіп түсіпті, соны жауап беруге Тыныштықбектің өзі.
кешіріңіздер. Мына енді сұрақ пен жауап деген өмірдің өз сұрақ пен жауап қой ылғи. Бұрынғы кездерде менімше барлық сұрақтарға көбінесе жауап дайын еді. Өйткені ол өз дүниенің басы материя деп, сонысын аяғы коммунизм деп келетін. Жас бала туады, сонысын 7-8-ге келеді, мойнына қызыл галстукты байлайды, сонысын партияның басқышыменен коммунист, арғай пионер, комсомол, коммунист деген сияқты, сонысын ақыры қызыл тумен жерленіп барып, солай тарихта қалып өтетін. Ал енді қазіргі сұрақтарға, қазіргі заманның өзінің сондай бір сынына байланысты, мына адамдардың ой өрісі де басқа ғаламдарға сондай жетелеген сияқты. Мына сіздердің сұрақтарыңыз да күрделі. Ал енді мен бір кішкене алғашқы сұрақты оқиын, алдағы шығармашылық ойыңыз туралы білгіміз келеді дейді. Мен жаңағы тек айтып отырған жоқпын. Осының барлығы бұрын әрине осыны көрініп тұрған нәрселерді көбірек жазамыз, сыртын тек ура деген сияқты. Бұлай қарасаңыз жап-жақсы өлең, бұлай қарасаңыз жап-жақсы сөз болып сөйтіп шығып ататын. Ал енді кейінгі мына уақытта осы мына кітап шыққаннан кейін әрине күнде қолдан келгенше сол бір дүниенің құпия сырларына үңіліп жатамыз. Содан туындаған ойларымыз бар. Енді қазір сіздерге айтсам өте үлкен сияқты да болып көрінер. Мен соңғы уақыттарда осы жаңа материяға қарама-қарсы дүние Тәңір туралы ойлана бастадым. Шындығында да мұның өзі үлкен тақырып. Ал енді сол Тәңірді біз айтамыз, қазіргі кездерде бәлеріңіз білесіздер. Осы дін өмірімізге еніп келе жатыр тұрмысымызға. Ал енді діннің өзі тарау-тарау, бөлім-бөлім барлығы бір Тәңірді жырласа да, бірақ сол Тәңірдің өзі не екенін көбінесе ешқандай да дінде нақтылап айтып беріп отырған жоқ. Мен енді өзім сол ақын ретінде Тәңірді өзімше сол танып білгім келіп, сондай бір шығарма жазып жатырмын. Енді мына екінші сұрақ, өлеңді қандай жағдайда жазғанды жақсы көресіз дейді. Өлеңді әрине қандай, өлең дегеннің өзі бір обал қасиет деп білем. Ал енді олай болса, ол өзі тыныштықты сүйеді. Жеке отырып әсіресе түнгі уақыттарда жазатынмын бұрын. Қазірде сол әдетімнен танған жоқпын, көбінесе сол кейде таңға дейін көз ілмейтін кездерде болады. Сол былай айтқанда айтады ғой, жарғанаттар мен бозторғайлар деп айтып атады. Мен соның жарғанаттар тобына кіретін шығармын бұл жағынан. Ал енді тағы да сұрақтарыңыз болса, жауап беруге әзірмін. Кентау Назарбеков деген азаматымыз соңғы кезде сазгер ретінде белгілі болып жүр. Тыншықбектің Жанар деген өлеңіне ән жазған екен. Соны тыңдап көріңіздер. Сен өзіңді өмір сүріп жүрмін дейсің бейбағым. Жұлдыз төкті көксір түндір жарық дүние қаймағым. Айлы тілмен күнді жалап, қанталатқан таңдайым. Әділдікке құмарлықтың білмеуші мен ондайым. Біздің ұлым өмір өлім, олар менің қос бөлмем. Ештеңені өзгертпеді ау данышпандар өскенде. Өмір өлім екі бөлмем, сырын өзім шешемін. Бір бөлмемде қалам қағаз, бір бөлмемде төсегім. Білем өзім жан мен тәнді еліктірген есемін. Ақын деген дауасызбын, күлкім әке шешем мұң. Ақын деген дауасызбын, күлкім әке шешем мұң.
сүріп жүрмін дейсің бейбағын. Жақсы шығар армандау мен айдалада қой бағу. Арманда сен керек емес, әркімден де имену. Біздің ғұмыр бар болғаны армандауды үйрену. Жаназалық әуеннен де мен мәңгілік ойыққан. Кеудемдегі нұрлы жанар жаным мұңнан айыққан. Көмейім жоқ ас тілейтін тәрк еткен мен тәнімді. Арсыздықтан сұп-сұр болған беттер үшін қанымды. Саздап тұрған көңілімнен дірдектеп бір қанат бақ. Саған әлі білемін ғой дүниенің бәрі әппақ. Саған әлі білемін ғой дүниенің бәрі әппақ. Қорқатынның түрлі мекемелік салық бар. Арман үшін ешкім саған салық салмас, қорықпа. Алтын менен күміс жинау үлгі болды халыққа. Жалақыңнан бір жапырақ нандық тиын алып қал. Сен өзіңді өмір сүріп жүрмін дейсің бейбағым. Жақсы шығар армандау мен айдалада қой бағу. Арманда сен керек емес көрінгенден имену. Біздің ғұмыр бар болғаны армандауды үйрену. Көңілімнің айнасынан көрсетсен де көркіңді. Арманымыз ғана біздің өмірдегі еркіндік. Арманымыз ғана біздің өмірдегі еркіндік. Мына жерде қара сөздің майталманы бәріміз сыйлайтын ақсақалымыз Бәтташ Сыдық ақсақал құттықтауға сөз сұрап отыр. Бүгінгі кеш әлгі кенжекейін бір төбе сияқты деген кеш сияқты болып отыр. Неге десеңіз, ақын кеші. Ақын. Мамандық бар. Мен қысқа айтайын, мамандықтарда адам баласын өлімге бермейтін, кісі дайындайтын, кадр дайындайтын мамандық бар. Ол дәрігерлік оқу. Темірден тебен жасау үйрететін мамандық бар. Ол ұста, зергер. Түйме ағаштан түйме жасайтын мамандық бар. Оны сенесіздер бәріңізде. Ақын дайындайтын мамандық білмеймін мен. Ақын оқытатын оқу орнын естігем жоқ мен әлі. Алыс беске келдім. Ойларсыздар неге? Журпақ қайда? Анау әлгі қызыл профессорлар институты қайда сәбит оқыған? Жоқ. Оған мысалы мен апарып қойсаңдар, ол түк тақын шықпайды. Осы күнге шейін әдеп аузын ашпайтын, ән айтпайтын адам бар. Осы бір ауыз ән дыбыс шықпайтын адам. Соны композитор неме консерватория емеді. Соған 10 жыл оқысаң ән шықпайды. Бұл ендеше әр жағынан келу керек. Адамның қанында, әкенің 62 тамырынан келу керек. Тұқымында болу керек дейді. Осы рас, тұқым қуалайды. Ананың ақ сүтімен келеді дейді. Вот содан әрі қарай бай. Ал енді мен үйттім, мен үйретіп, мен әлгі оқытып, бос сөз бәрі. Ақын өзінің шешесінің сүтіменен, анасының сүтімен, әкесінің қанымен келетін дүние. Оны соны дамытып жүрген ақын. Бұл ақын туралы. Енді мына тыныштық бек жайында. Осы ақын дегенді жаңа біз елдің бәрін ақын деп айтып отырмыз дейді. Осыны тоқтату керек енді. Қыздар, жігіттер, мына ұйымдастырып отырған адамдар бәрі. Ақынды өзің әлгі қадір қасиетін, еменді ақын, семенді ақын. Ақындық атқа ие болатын адамдарға ақын деу керек. Қайда деп ақын
ақындарым айғой іздескелі бүгінгі қонағымыз сіздескелі қолына аман келді домбыра алып мойнына жүр моншағын тізбектеді қар еріп талай болды бұл Семейдің тауының басынан да мұз кеткелі шақыр деп ақындардың бәрін мұнда рахмет тіл қоғамға іздеткелі ассалаумағалейкум Семей халқым сіздермен біз отырмыз жүздескелі игагагагай игагай 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 игагагагай заманың қысап мынау айғой нарықтанды оу құлбырды банге балаң салып қалды қазақ тілі қоғамы мені мына бір ай бойы ұстады алып қалды ағында ақындық болар біздің есімізде шындықтың бетін бүгін шешіңізде мінеки тыныштық бек асыл аға иншалла келіп қалдым кешіңізге игагагагай игагай 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 игагагагай ақын боп талай топшы айғой жаршы деді оу ақын көп бұл Семейде баршы деді шынымен інісі болсаң серікқанын әніне серікқанның салшы деді тыныштық бектей ағаңды таба алмассың бір күн мұнда қона қойшы қалшы деді игагагагай кіргізген ақындардың айғой одағына оу көңілім шындықты айтпай толадым ба осындай ақындардың басын қосқан рахмет қазақ тілі қоғамыма ай шындықтың бетін жастар шеше берсін шындыққа әр уақытта көше берсін қай жерде жүрсең дағы ақын аға мәртебең жылдан жылға өсе берсін игагагагай тағы да біраз сұрақтар жиналып қалды оған енді Тыныштықбек жауап беріп кетсін. Біздің көпшілік ақындарымыз жырларын түнде жазады екен. Сізде күн мен түннің айырмашылығы бар ма жоқ па дейді. Оны жаңа ғана айтып кеткен сияқтымын. Сіздің өлеңдеріңіздің ішінде қандай да бір себептермен жазылған өлең бар ма дейді. Әрине себепсіз өлең болмайды. Әр өлеңнің бір немізде тіпті мың себебі де болады. Ақындық жолға түсуіңізге не әсер етті? Өмір әсер етті деп ойлаймын. Осы қызылды жасылды. Өлеңді неше жасыңыздан бастап жаза бастадыңыз? Кішкентай кезімнен бастап әрине екілік деген сияқты бірінші, екінші класстан бастап. Ондай жазып жүрдік. Енді мен ол өлеңге талпыныс деп санаймын. Енді оны өлең жазып, сол кезден бастап өлең жаздым дей алмаймын. Өлеңді алғаш жаза бастағаным 26 жасымнан бастап жаза бастадым. Ал енді мына сұрақта сондай екен. Өлеңді әбден ойыңызға тоқып алып жазасыз ба, әлі аяқ астынан жазасыз ба? Мұның өзі де бір сәуле сияқты, жылт етіп аяқ астынан келеді, сонсоң бірте-бірте жазылады. Қалғанын енді тағы жалғастыра жатармыз. Пікір айтам деушілер, бұлай, тілек білдірем деушілер болса, ұлықсат. Тыныштықбектің бүгінгі тұсаукесер кітабының бірінші жиынында жиналып отырғандарыңызға ең бірінші мен де осы Тыныштықбек шыққан Абай елінен, Абай жерінен, сол топырақтан жаратқан азаматпын. Сол себептен шексіз қуанамын. Көп рахмет айтам барлықтарыңызға. Осындай қазақтың жас жігіттері өсе берсін, шыға берсін, көбейе берсін деп айтқым келеді. Сондықтан мен көп созбайын. Тыныштықбек, мынау өзіңнің осы кітабыңның тұсаукесеріне шашу деп қаулап. Құрметті қауым, бәріміз Тыныштықбек туралы жылы лебіздер айтып жатырмыз. Енді ақынның
өз аузынан да бір-екі өлеңін тыңдап қойғанымыз жөн ғой деймін. Әй көңіл-ай, өшін жоқтап өткендегі өксіктің даурығады елерте. Кешегі күн бүгін жалған боп шықты, не боларын көрертең. Үмітіңді қойды маған бақтырып, үрейіңде азаңда, дер тұсында жер мен аспан тағдырым сол көкала тозаңда. Маусымдары тірлігінен шатасқан мәңгүрттікке шыдап көр. Обал сүйген сөзің едім, топастар тұншықтырды құлақпен. Түйткілі жоқ, түйсіктерін бақсатып, ән жегілген арбасынан сұмдықтың аңсатпашы ертекті. Көкейберген көкірегім көз аққыр, нең қалды енді айбардан. Бұл жалғанда ала алмаспыз азаттық, ажал менен ой барда. Көлеңкелер қошқылданып, қорқынышқа ұласқан күдікті ымыр туысынан бұлт суырып тұраспан. Дүниенің өзіне өзі жұмбақтығын ұққызып, жүрегіңнің түкпірінде ой балқиды қып-қызыл. Білесің бе, сен таңдаған жолдың бәрі көнетім, көбі соның өксік болып, өз ішіңе енеді. Кеш ақшаның қызылына айырбастап сезімді, досың кетті, өзгесінен өз еркіңмен безіндің. Ал сүйіктің жат біреуге кестелемек орамал, жадында оның тозаң басқан портретің ғана бар. Зарлы көңіл қайтқан қаздың көмейіндей соп-суық, зәһарлатып күте берме маңдайыңның жіпсуін. Пиғылыңа пысқырмайды пысық елдің баласы, мақтауда олар тым ескішіл, даттауда тым жаңашыл. Сен солардан биігірек отырмақшы боласың, беттің ісі емес, бірақ орындыққа таласу. Жарты әлемде жабайылық бей берекет қозғалып, тойлай берер қойғылағын жегеніне мәз халық, үкілердің қанатындай үрей кеулеген үміттерің ғана қалды, салар талай әуреге. Тыңда міне, зират жақта қараңғылық құрсағы, қасқыр болып ұлып жатыр Қаратауға мұң шағып. Түнеріңкі түзге қарап, мөңірейді сиырлар. Бұл да тірі түннің бірі пешенеңе бұйырған. Рахмет. Облыстық телерадио бірлестігінің бастығы ақын, өзі ақын жандыған емес, өзі ақын Али Мұрат. Бүкіл ұжымның атынан, облыстық телерадио компания тележурналистерінің, радиожурналистерінің атынан бір-екі ауыз ойымызды айтайық деп тұрмыз. Мен сол ойды, аз ғана пікірімді бүгінгі күннің тілімен айтқым келіп тұр. Бүгін біз мынау байлық жайлы айтамыз, бай болу керек дейміз. Адам бай болу керек, ол тек дүниеге бай болмау керек, жаны бай болу керек дейміз. Бірақ жалпы байлық деген атаулы оңайлықпен келмейтінін бүгінгі күн дәлелдеп отыр. Байлық аспаннан түсе қалмайды, оны да адам қолмен жасайды. Сол секілді бұлай айтып тұрған себебім, бүгін бұрында кедеймін деп есептемесек, бүгін біз байып қалғандай болдық. Өзім солай ойлап отырмын. Жанымыз байып, жүрегіміз байып, бүкіл тұла бойымыз байып отырғандай болып отырмыз. Өйткені біз өнер сүйер қауымның, әдебиет сүйер қауымның жаңа жас тырнақалды туындыға айтқан жақсы тілегі қай-қайсымыз болсын тебірентіп отыр. Тыныштықбек бауырымыздың мынау тұсаукесері құтты болсын дегіміз келеді. Бірақ жұмақ өлеңмен онда жинақтайын. Әмәнді жақсылықтың жақынымын, айтуға бірер тілек қақылымын. Мерейің үстем болсын әрқашанда, шабытың шалқи берсін ақынным деп қысқа қайырып, облыстық телерадио компания ұжымының атынан бүгін Тыныштықбекке үлкен шалқар шабыт тілеп, бір иығына шапан жабуды жөн көріп отырмыз. Тыныштықбек, мынау мереке құтты болсын. Мына өзіңді алдымен өзіңнің өлеңдеріңді халыққа таныстырушы, алғашқы таныстырушылардың бірі Заман шығармашылық бірлестігіне келген бір хабарда қарт ақынымыз Шәкір Әбенұлы
мына қойылған сауалға, мына ұрпақтарыңызға, балаларға поэзия жайлы, өз өлеңдеріңіз жайлы айтыңызшы дегенде ақсақал айтып еді. Ай қойшы, мен одан да өлең оқиын. Поэзияны ұғатын адам өз содан ұғады деген сөзді айтып еді. Сол сияқты Тыныштықбектің поэзиясы туралы айтудан гөрі сол телекөрермендерге, өздеріңізге Тыныштықбектің өлеңін оқыса деген ниет айтқым келеді. Мынау жаңа өлең туралы, Тыныштықбектің өлеңі туралы Қинаят ағадан кейін сөз айтудың өзі берілген бағаны кішкене бағасын төмендетіп жібергенге ұқсап тұр. Сондықтан да тек қана айтарымыз, мынау поэзия құдіретін дүниеге әкелген қасиетті бабалар рухы қолдасын деп түйіндегіміз келеді. Мен Жүнісіп Бітімбаймын, сен Тыныштықбексің. Қазақ ырымшыл келеді. Бітім болса, тыныштық болса, екеуі қатар болса, ел аман болады. Ал енді ел аман болса, әрине өмір жақсыға өзгереді. Біз соған ешбір күмәнсіз сенеміз. Мен ойлаймын, егер жер қойнауынан біз сом алтындар шығарып жатсақ, сен жер қойнауынан әніңді есіп жатсаң, әрине онда мынау осылап қампиып тұра ма? Полип чудесі жағдай қампитып алып келді. Ол да бір шапан. Енді қарапайым жұмысшылардың атынан мен саған осы қоңыр қарапайым шапанды ұсынайын деп отырмын. Сенің жырың өзгеріп, жаңағындай ұстаздарың бар, отырған орта бар, бүкіл жұртшылығымыз бар. Ойдағыдан шықсаң, оған шекте бізді осы қарапайым алтын жіппенен көмкеруге міндеттем аламыз. Сондықтан мен саған осы сыйға тартайын. Енді жас қожаңызды мынау қаланы үшін баяғы шындала берсінде кішкене де болса бірақ қалып. Адай Азаматов деген жолдас тілек білдірген қол көтеріп. Құрметті туысқандар, бүгінгі кеш өнер кеші, үлкен кеш, өнер түсінетін, өнер түсетін қауым жиналып отыр деп түсінемін мен өзім. Және үлкен ағамыз айтқандай, бизнесмендер қаптап көбейіп кетті дегенде, ол да бір жақсылық шығар. Енді ол бизнесмендер көбейгенде дұрыс, қалталары толған дұрыс, бірақ олар өз басын ғана ойламай, мына халықты ойлап, жаны ашып, өнерге деген өнер адамдарына қол ұшын беріп демеп отырса деп мен осы бизнесмендерді соған шақырам, өз басым. Екіншіден, мына Тыныштықбек деген өзіміз енді бірге өсіп, бірге өніп келе жатқан азаматтың біріміз, қатты араласып, сондай бір өз басым жүрегімменен сондай сыйлайтын азаматпын. Енді үлкен ағаларымыз қысап, әдеби тілде жақсы сөздер айта алмаймын, бірақ өзім жаңа айтып отырмын, жүрегімменен сондай түсінем, сезінем. Мынау өнер саласына жақын жүргенімде сол шығар, қолымнан ештен келмесе де, мына Тұрсынғазы сер екеуміз қатар жүреміз. Тыныштықбек мырзаға мен тілейтінім, шабытты ары қарай өрлей берсін деймін, жақсы туындылар туа берсін деймін. Бұл кісілер қандай мықты байлар болса да, ол кісілер өледі, өшеді, бұл кісілер өшпейді. Тарихта қалады, халқымыздың мақтанышымыз, біздің еліміздің мақтанышы, бізді қазақ танытатын осы кісілер. Сондықтан мен мынау енді өзіміз енді тігетін болғандықтан ең бір аяқ астына болып шапан жауып, соны кейін мінекей түкең. Соны енді Тыныштықбек енді өзіміз жаңа ақсақалдар әкеп жатқан ең бізден ыңғайсыздандық, бір кішкентай кітабына деген көрімдігіміз бар, қоса. Назым-ау, сен келгенде өміріме, жүректің қуанышын көміліп, қанатым
ғұмырыңның берер қағып, қарайтып кеттің мені қабіріңе. Жазғанның жасыныма бұлбырмаған, кішкентай әулием-ай бұлдырлаған, өлімде өтіріктейін өтіріктігін, тым құрса бұлдырыңмен білдірмаған, кішкентай ойнақтаған құлыным. Бергенен қайт өзіне Құдай алсам, менікі бір өзіңді Құдай аңсам. Жарығым кемсең қадет таптым, жақсы ғой шешең бұған шыдай алсам. Жазғанның жасыныма бұлбырмаған, кішкентай әулием-ай бұлдырлаған, өлімде өтіріктейін өтіріктігін, тым құрса бұлдырыңмен білдірмаған, кішкентай ойнақтаған құлыным. Құдайдың құлдандырып құдіретінен, құлының құлдырықтай жүгіретінен, жан салып берер меді жарық дүние, жан қалтам ішіндегі суретіңе. Жазғанның жасыныма бұлбырмаған, кішкентай әулием-ай бұлдырлаған, өлімде өтіріктейін өтіріктігін, тым құрса бұлдырыңмен білдірмаған, кішкентай ойнақтаған құлыным. Пединстің студенті Елікбаев Серік Арнау оқысам дейді. Аға Қарнау, аға, жыр жанардың жарып шыққан өзегін, атты күнге сақтаған ақ қайыңның безедің, дулығалы даланың семсер сөзді жігітісің сен соңғы. Сеземін, аға, сенің жолың бүлік жатыр ішінде көп соқпақтың әр сөзіңнен қас өлеңді жоқтаттың, жырдейтұғын көкірекке күн құйып қарөлеңнің алақанына от жақтың. Аға, тереңдікке жет алама жан саған әр шумақта мәйек аққан қанша мән көкбөрісің сен аға. Ұларманның астында тәңіріні аңсаған, әр сөзіңнен кеудеге таң тараған, сұлтан сөздің төсінде жортар ағам, қандай жақсы өзің бар жыр додада, сен болмасаң білмеймін қорқамағам. Сондай-ақ кездесуде медицина ғылымының докторы профессор Асқар Сейсенбаев, ұстаз Рузия Сағадиевна, Рымхан Манабаева, студенттер, тағы да басқа жырсүйер қауым өкілдері, жастар өз пікірлерін, ниеттерін білдірді. Келесі пікір айту үшін сөз педагогикалық колледждің директоры Қалиев Науатқа беріледі. Сұрап отыр. Ақшам хаттары қазақ поэзиясына өз үні, өз дауысы бар жаңа бір ақын әкелді деп мәз-мейрам болып отырмыз. Бұл шындығында ақиқат.
шындық. Енді осы жолда Тыныштықбекке жақсы сөздер айтып жатыр. Жаңа бір ағамыз айтты, Тыныштықбекті қарауылдан алып келіп едік деп. Менің түсінгенімді байқағанда, осы ақшам хаттары қарауылдың бауырында жазылған, ең жақсы жолдары жазылған. Сол ана тау баласы тауға көріп өседі дейді ғой. Мына қанның биігіне қарап жүргенде жақсы жолдар жазылған. Тыныштықбекке тілейтініміз, мына Семейге келгенің қарауылды тастап, қан биігін тастап, бидайығының жазығын тастап, күндегі қарап отыратын жидебайыңнан алыстап, келгенде өзіңнің осы асқақ даусыңды, өр даусыңды, биік даусыңды қазақ поэзиясында жоғалтпайды дейміз. Әйтпесе біздің қарауылдан келгеніңіз, о кезде мүмкін өмірдегі бір қателік дегенде кейін сөздер келуі мүмкін. Қарауылдан кеткеннен кейін, қара өлеңінен, Абайдың үнінен қол үзіп кетсең, ол ертең кетпейтін өкініш. Сондықтан осы жолда сізге тамаша шабыттар тілейміз. Жаңа Қиякең Қайнат Шайхметұлы жақсы айтты. Кітаптың үлкен бөлігі адам тануға арналған екен. Соның ішінде үлкен жинақталған бір қазақ қыздарының образы ретінде Жағантайға деп. Осында біздің бір топ қыздарымыз отыр. Біздің колледждің өлеңдерін оқып отыр, қазірде оқитын шығар. Міне осы сіздің өлеңіңіз арқылы, сіздің болашақта жазылатын осы өлеңдеріңіз арқылы біз сізді танимыз. Сол сияқты адам танудың бізде бір мектептерінен өтеміз деп отырмыз. Сондықтан біздің сізді білуімізге, біздің балалардың, студенттердің білуіне, әлі тануына уақыт керек, мерзім керек. Біздің осы бүгінгі мына творчестволық дейсек те, басқадай десе достығымыз жалғаса береді. Бүгін соның басы болды деп есептейміз. Осы жолда, үлкен жолда жолыңыз болсын. Мына сырты абыз, іші залым, өнердің маңайында жүретін патраштардан сақтасын, тіл-көзден аман бол, жолың болсын дейміз. Бүкіл жандылар мен жансыздар, бірақ сәтке тыныштаба көріңдер. Біз екеуміз, біз жалғызбыз. Екі жалғыз, жұмыр-жұмбақпыз біз, бір-бірімізге жұмылған, жұтылған. Алдарында тұрмыз, қызғылт сағым төгіп сәлейіп. Көкірегіміз бар, күннің нұрын тамыққа да тамызар. Ернімізде от шеңберлі, дауасы бар азаптың. Кіп-кішкентай қызыл шыбын, ызыңдама, жұлынымызды үзерсің. Жылынымыз дүзесің, сен де торғай ұшып қонба, көзің тиер біздерге. Бісміллә, бісміллә. Бірақ сәтке тыныштаба көріңдер. Бірақ сәтке сүйектеріміз де құлақты, құлақтарымыз да жанар. Рахмет. Бұдан соң сахнаға ақынның анасы шықты. Құрметті залда отырған қазақтың жасөспірім балалары, қылымды, ілімді меңгерген. Осында менің балаларым көптеген ұстаздар отыр екен. Барлықтарыңыз аман есенсіздер ме? Шыңғыстау елінің бауырайында Қарауыл төбенің бауырында ойнақтап өскен балалық шағын өткізген Абайдың топырағында, Абай ойнақтап өскен топырақта. Шәкәрім Көкбай Құнанбай сияқты осындай ұлы ғалым бабаларымыз өскен топырақтан сол бабаларымыздың ісін жалғастырушы, солардың сүйген әнін соны жалғастырушы Абайда Құдайға шүкір баршылық. Ақын да бар, жазушы да бар, әнші де бар, жыршы да бар. Біздің Абай елі өзі осыған бейімел. Алла жаратқанда солай жаратқан өзден. Біздің енді мынау қазақтың өзі сөйлейтін тілі бар екен. Қазақша тіл деген болады екен ғой. Осындай құдіретті тілі бар екен. Қазақтың қасиетті адамды бір ортаға бағындырып икемдеп кішкене былай тәубаға келтіретін діні бар екен. Мейірімділігі, қазақтың қайырымдылығы, ұлы жүректігі осындай жағдай бар екенін көзіміз өз қартайдық, шашымыз ағарды, енді жетіп отырған сияқты. Бірақ мұндай уақытша жағдайға еліккен жоқпыз. Өзіміздің қазақ тілімізде сөйледік, таза қазақ тілімізде өз қасиетімізді сақтадық біз қатарлы адамдар. Қазақ халқы егемендік алды, өз алдымызға үлкен қара шаңырақ көтердік. Жақсылық деген көп болып жатыр. Құдайға тәуба.
Осы жақсылықты ары қарай Алла тағала жалғастыра берсін. Қазақтың балалары өсіп өне берсін. Ақындар саны көбейе берсін. Өлең оқимын деушілердің саны тоқтайтын түрі жоқ. Оған біз қуанамыз. Бірақ та 3 сағаттай уақыт отырмыз. Оны да ескеруіміз керек. Тыныштықпен бұл кездесу соңғы болмайды, әлі болады. Сондықтан өлеңді көбірек жаттап келесі кездесуге дайындала берсеңіздер деген мен жастарға тілек айтқым келеді. Ал енді мына бағандан бері мынау ақшам хаттары кітабына бір көрімдік беріп жатыр. Осы сөздің арасында мен ұмытып кетпей тұрғанымда тіл басқармасының менде бір сыйлы тартуға рұқсат етіңіз. Басқармасының атынан Тыныштықбек сол жайланып отырып, осы кілемнің үстінде отырып, өлеңін молырақ қып жаза берсін деген ниетпен кілем сыйлағым келеді. Тәнді қайтем, ертең шіріп қалар тән. Жанды қайтем, жанымды ұғар адам жоқ. Мына қала өгейлігін танытпау, өлмей тұрып көзімденді жоғалтам. Мына қала өгейлігін танытпау, өлмей тұрып көзімденді жоғалтам. Сөзді қайтем, буып тілді тұр мүлдем. Сөнер қылын сұрарсың бір-бірден. Үйім жоғы қиын болдау басыма, дүмбілездер дүлей болдау кім білген. Үйім жоғы үрей болдау басыма, дүмбілездер дүлей болдау кім білген. Сұр кісілер, сұр көшелер, сұр бәрі. Сұр құлт қалам, сұр қайтартқан құрбаным. Бұл жалғанның ауыр болды басыңнан, баспананың елесімен ұрғаным. Бұл жалғанның ауыр болды басыңнан, баспананың елесімен ұрғаным. Айтшы көкім, ит айналу қиын ба? Ит арқаның елесі жүр миымда. Үй түгілі үйшігінде сатпайдау, саудагерлер біз жинаған тиынға. Үй түгілі үйшігінде сатпайдау, саудагерлер біз жинаған тиынға. Егер күнім жалпақтасам жаманға, у қосып бер, су қосып бер тағамға. Басын ер ұл болмайын Аллахи, баспан үшін құл қылатын қоғамға. Баспан үшін құл қылатын қоғамға, қаңғып кету жақсы емес пе одан да. Кездесу соңында Шәкәрім атындағы Семей педагогика институтының доценті, белгілі ғалым Қуандық Мәшқүрсіптегі қорытынды сөз сөйледі. Ақындың шығуы да оңай емес, оның өлең жазу да оңай емес, тіпті кітап шығару да оңай емес екен, үй алу да оңай емес, жалпы ақынды таныту да оңай емес екінші жағынан. Сондықтан да
мына алға келгеше қонақ үй алады дегеннен кейін келгесін үй иесі алады дегеннен кейін енді ақын шыққаннан кейін оны танытуға да біраз күш жігер керек, оған уақыт керек. Неге десеңіз, біздің қазақ поэзиясы қазір өсіп өркендеген поэзия, өлең жазушылар көп, соның ішінен мықтылары қайсы, жүйріктері қайсысы ажыратып, соны жіктеп іріктеуге де уақыт керек шығар. Ал бір мәселе айқын, бүгінгі сөздердің бәрі осы арнайы құяды ғой деймін. Біздің поэзиямызға үлкен бір ақын келіп қосылды, біздің Семей топырағында қосылды, біздің қаламыз үшін осы мақтаныш. Екінші айтайық дегеніміз, бүгінгі айтылған сөздерден шығатын қорытынды, мен Тынышбектің барлық өлеңін талдауға мұрша бола бермес. Мен қазір сіздерге бір өлеңнің бір-екі сөзіне ғана назар аудартайын. Тыныштыққа жалпы мынау Тынышбектің анасы жақсы бір сөз айтты жылдаса. Біз кейде мамандар сөз айтады дейміз, халықтың арасында да жақсы сөз бар. Мынау қазақ тілінің байлығын, сиқырын түсінгендік. Сонда ақынның бір үлкен қосқан үлесі, ақыннан кейін халықтың тілі оны сайын дами түседі. Қазақ тілінің байлығы кеңейе түседі. Міне Зарық деген өлеңін қарайық. Сондағы бір детальді бөліп алайық. Сендік күрең күрсіністі бұрымына қос өріп, жымиды да кете барды бойлап көкшіл көшені. Немесе, тоңазиды ақыреттен алыс тұрған төсегің, тек жұлдыздар сызып жатыр тағдырының есебін. Немесе, түпсіз түндей қара қошқыл ұлыр үйдің шетінде киімдерің жатыр еді жөн жоссыз бүктеліп. Міне енді біз мынау Рабиға Сыздықова деген үлкен ғалым бар. Сол кісі Дулат ақынның шеберлігін, Абайдың шеберлігін дәлелдеді. Абайдың сөз қолданыстарында қазақтың бұрынғы ұғымында жоқ сөз қолданыстарды қолданып, қазақ өлеңіне, қазақтың тіліне үлкен бетбұрыс жасаса, біздің кейінгі ақындарда осы бетбұрысты әрі қарай дамытып жатқаны көрініп тұр. Сөзді ойнатып, сөздің сиқырын түсініп, сөзді мағынасын кеңейтіп жатыр. Мұның бәрін біз құттықтауымыз керек. Енді болашақта не істеу керек? Болашақта Тыныштықбектегі осы ізбен қалмай, осы биікпен қалмай, іздене беру керек. Өйткені бұл үлкен жауапкершілік халықтың алдына шыққаннан кейін, халықтың көзіне түскеннен кейін, халықтың үмітін суытып алмау керек. Алғашқы мынау тамаша биіктік Тыныштықбекті жаңа биіктерге қамшылау керек деп ойлаймын. Оған Тыныштықбек мүмкіндігі бар.